Ассаламу алейкум биздин Муз ТВ каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн 15 апрель 2019 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Биринчи аттарды тартып, кандай аттар сатылып атат, кайсыл аттар жакшы аттар, ошолорду тартып көргөзөлүбүз сиздерге. Биздин канал менен чогуу болуңуздар. Бул видеону аягы менен көрүп, аягына чейин көрүп, аттарды жарнамалайбыз тугандар. Биздин номер 0550 91 31 30. Андыктан жазыңыздар. Биринчи мына атты тартып көргөзсөк, мына чакан ат экен, 100 000 сом. Улагы, үйүргө дагы бар, Жашы кандай? Жашы 3 асы дейт ушул ат экен. Жоош ат окшойт, Адамга жакын жоош ат экен, караңыздар. Азыр ушул аттын ээсинин номерин алып беребиз. Улака даяр дейт. Жоошат экен аябай. Улака жакшы да. Азыр номерин сурайбыз. Номериңизди айтып коюңузчу. 77 менен 0777 менен 16 16 82. 16 16 82 номерине кайрылып, мына ушул атты ээсине чалып баалашсаңыздар болот тугандар. Мына улагына жоо, Өзбекстанга өткөргөнгө немелер барбы жокпу? Шарттары барбы? Өзбекстанга алып өтүп атышат, Өзбекстанды туугандар көп кызыгып атышат да өзү. Өзбекстанга Мына тугандар, андыктан чалыңыздар, ушул аттын ээсине жазыңыздар. Мына 4 асы ат экен, 71 000 сомго баалап атат. Акысыга алып кетебиз деп. Бирок ээси бул атты бербей атат 71 000 сомго. Жакшы ат экен. 3 туягы ак, кашкасы бар. 4 асы экен. Бул киши дагы минип көрөйүн деп атат азыр. 71 000 сом беришти, бирок бербей атат. Брат, карат канчада атасыз? 100бы? Жашы кандай? 5 асыбы? Улака барбы? Улагы барбы жокпу? Бар, Мына 5 асы экен, 100 000 сом дейт. Улагы бар дейт. Азыр бул жакка өтүп көрөбүз. Бул жакта сындуу аттар турат. Аябай сындуу ат экен. Ушуну тартып көргөзөбүз. Канча экен баасы? Атты канча деп атасыз? Аттын баасы? Баасы 180 грамм. 180 000 сом ба? Жашы кандай? 3 асы. Улака чабылган аттı? Жакшы. 180 000 сом экен, жашы 3 асы. Каяктын аты? Чымбайдыкыбы? Мына көрүңүздөр. Gelişken sulu ат экен. 0774 менен 19 74 менен 070. 19 89 30 номерине кайрылат экенсиздер тугандар. Атты аябай сындуу жакшы ат экен, бийик ат экен. Ушул 65 000 сом экен, жашы 4 асы экен. Бул киши минип көрөйүн дейт. Өзгөндөн ат экен. Чоң атты канча деп атасыз? 300 000 ба? Жашы кандай болду экен? 2 асы. Улака чабалабы? 2 жол чабал. Кандай жакшы киреп экен? Жүрөктүү элеби? Мына тугандар. 2 асы экен, өтө чоң ат экен. Бою канча чыгат примерно? 170 бар, Мына көрүңүздөр. Каяктын аты экен? Шоро башат. 0778 менен
16 87 87 номеріне қайырылып, мына чоң атты бағаласаңыздар болып 300 000 сом дейді. Бойы 1.70 шығады. Кишіменен дағы салыштырып көрсеңіздер болады. Кейінгі атты, мына атты көргөзіп қойылу. Бұл дағы аябай сынды жақсы ат екен, жалтыраған. Жашы қандай екен? 3 асы аяқтың аты? Жалабаттың қайыры? Жергетал деген, Жалабаттың Жергетал деген айылынан екен. Аябай жақсы ат екен. 3 асы. Басы ше? 80 000 сом ба? Не бұл жақсы атты 80 000 деп? Номеріңіз айтып қойыз ба? 78 мен. 0778 мен 48 58 64 номеріне çalasыздар. Аябай жақсы. Чоң ат екен. 1.65 дей бойы бар. Үйірі гарантия дейді бұл атты. Ондай олақ күтіп қалғанда байланышты басын азылы қойдым дейді бұл байке. Азын аттың басы. Басы қанша дотасыңар? Басы қанша? 150. Жашы ше? 3 асы ба? Таза жақшы бағылған ат екен. 150 000 сом 3 асы. Қаншаға сұрады бербедіңер? 90-ға бербедіңер бе? Қаяқтың аты? Нокенден келді бе? Құлақа чау алған ба? Үйір бәч? Үйірге дағы ұлақадағы чау алған екен мына. Номерін айтып қойсын ба? Өзіңкін айтып қой. 0772 менен 22 9162 номеріне қайырласы кенсер. Нары бастышы дос. Бұл да аябай сынды биік аттардан бері екен. Бұл базардағы Нокенден келген ат екен. Азымға аябай жоғын ат екен. Жоғын жолпы. Ұшыл аттың бағасын сұрап біліп береміз туғандар. Көкіректері дағы жоғын болып алыстан көрін отады. Атты қанша доғдасыңар? 150 бі? Жашы қандай? 5 асы ба? 5-6 асы деді. 150 000 сом деді. Аябай жоғын ат екен. Мына Өзгөннің базарына бүгін аяттар өтелі көп түшіп тұр. Ошо жигиттер bir атты сода болса 75 000 сом дейді. Ушул ат окшойт. 75 000 сом беришти. Ушул ат экен 75 000 сомго сатылды. Сиздерге мына аттын баасын сурап беребиз. Атты канча деп атасыңар? 200 000 сом дейт. Beş асы екен. Sal aşağı. Alta tarsın mı dedi? 70 000 сом кем бар дейді үш көкатта. Жашы қанша екен жаш? 2 асы ба?
65'e vermeye yaptı kadar erteden beri. Arabaya binip gör burada. Bu boy. Yok. 65 ke beri bir attı gıla deydi. Бұл жерде елдер айтып отчат, бүгінгі базар күндөгүнгө караганга кымбатыраак дейт. Сиздер кандай ойлоп атасыздар? Биздин катталуучулар комментарийге жазып кетиңиздер. $75.000 жашы 2 асыйдагы ат. Мына кунанды 65.000 сом деп атат экен. Каяктыкы кунан? Каяктан кунан? Жалауаттыкы? Жалауаттан келген кунан экен, 65.000 сом. Бул да кунан экен. Бунун басы канча? 70.000 сом дейт бул кунанды. Номериңизди айтып коюңузбу? Айтпам. Номеріңізді айтпам. 0773 менен 85 55 56 номеріне қайырлысаңыздар. Саяпкер деген. Саяпкердің кунаны ғой, Мынакей, Саяпкердің кунаны екен. Азыркы номерге чалыңыздар туғандар. Жашылап айландырып тартып қойсын рекламаны. Мынакей туғандар, Саяпкердің кунаны ушундай болот екен. 70.000 сом дейт. Мына көк атты қараңыздар. Жашы қандай көк аттың? 4 асы ғой. Басычы басы? 70.000 сом кемі бар екен. Азыр басы. Номерін сұрап берем ұшы көк аттың. Номеріңіз әт? Номерім 778 менен 41-76-90. 41-76-90. Şu номерге чаласыздар туғандар. Дерюер Жана биринчи тарткан кунанды 57,5 миң сомго сураптыр. Жалауаттан келген кунанды. Мына жерде туғандар кунан сурагандар үчүн дагы бир кунан. Бул да Жалауаттан келген. Жалауаттан келген кунандар екен. Чум кара кунан. Бунун басы канча деп атасыз? 80 bin lira. 80 миң деп атасыз ба? 120 деп attım aksiya oldu. Акция кой бердиңиз. өзүң тапқан. Мынакей 80 миң деп атат экен бул кунанды. Номериңизди айтып коюңузбу? 78 bin. 0778 менен 10. 10 08 74 номерине кайрылат экенсиздер тугандар. Мынакей дагы бир кунан сиздерге тартып көргөзөлүп тугандар. Bunun bası, kunanın bası 100 миң сом. Бұл да Жалауаттан келген бе? Жалауаттан қайырынан? Чергетал. Чергетал деген жерден келген екен 100 миң сом. Азыр номерін алып береміз бұның дағы. Номеріңізді айтып қойың. Өзі келе тұрған болу. Айта берің. Номерін берішпейді екен алдықтан. Түсініп қой беріңіздер туғандар. Номерге берсе чала берсе деген дейді. Қайра номерді береміз деп қалды. Айтыңызшы? 0773 менен 62 0085 номеріне қайрылып ушул кунандын есіне чаласыздар. 100 миң сом дейт кунанын басы. Бышты. Бышты екен бұл. Быштының басын сұрап береміз азыр. Бұл улакка чабылган эмес пе? Улак көрүлөт экен, таптаса, тарбияласа болот дейт. Номеріңізді айтып қойың. Номеріңді айтып қой. Сал бақыт, сал. Салам ашырдың. Жаңағы быштыны тартып көргөзүп атабыз. Бышты 100 миң сом дейт.
Жанагы биз тартып көргөзгөн бышты. Ушул торпоо менен 53 000 сом болуп тур тугандар. Мына жерде бир өтө сымдуу кунан бар экен. Ушунун баасын биле элечи тугандар сиздер менен чогуу. Канча деп атасыз ака? 100 000 сом ба? Канчага бербедиңиз? 75 бербедиңиз, а? Аябай сымдуу экен. Чум кара түстөгү. Алдыңкы бир буту, арканкы эки туягы ак. Каяктын кунаны? Кайсы? Куршаптан келди ба? Номериңизди айтып койсуз беке? Бере бериң, калганыңыз. 772 менен 91 08 21 номерине кайрылат экенсиздер. Келечеги аябай жакшы ат болчудай кунан экен. Мына торпоктуу канча деп атат экен суралычы. Канча деп атасыңар? Басы канча экен ака? 50. 50 000 ба? Торпок эркек бе? Ургач торпок экен. Мына уй базарды тартып көргөзүп атабыз. Уйлар аябай көп түшүптүр. Мына уйдун баасын сурайбыз. Уйду канча деп атасың? Жакын 60 000 ба? Канчаны туган бул? 3-чү баласы эркек бе торпок ургачы? Экинчи баласы да. Бул экинчи баласы мына малдын. Канчаны туган бул? Экинчи баласы. Экинчи баласы. Ургачы эркек бе торпок? Жөн. Басы канча bunun? Жакын 60 экен, мынакей көрүңүздөр. Канча сүт берет ушулар? 8 000 сом берет. Мына 10 берет, 10 литр сүт берет дейт, бунусу 8 литр сүт берет экен. Жакын айтам дейт 60 000 сом. Мына жерде эшектин баалары аябай соода болуп атат. Bir eşektin bağısı 2000 somga çıkıptır. Aberdeen Angus et bağıtındağı uylar satılada degen. Birisi erkek, birisi urgaç torpoğu menen deyt. 100'dün üstünde deyt. Çok toluk bağısını uqpadık. Ошол жерден элдердин айтысына караганда 100'dün üstünde ayda атат дейт соммасы. Мына уйду багып атат 67 000 сомго берейин деп атат. Жалган айтып. 500 сом киши бергенде мына. Берин. 67 yarımda benim. Bu en çıkalı öğretken. Oldu. Doktor sözde Perugay balsızlar. Bak sana eğer benden çıkışamaz sana çıkayım ya. Şu uydu özüm çağırın gelme. Korona çağırın. Doktor vermeyeyim sana vereyim. Böyle de vermeyin. Kalmazlar. Ülkesinden 5 son çıkıyor. Ben pancaman geliyorum. Orada sonra aytım buraya. Sen de doğru. O berekasın versin. Burada sizi dikilemez. O zaman gelince oğlum o tutup göstersin 5 somu tutup. Peşininde atan var. Peşininde apan var dedi. Benim atası çok yetim ösken bulan dedi. Sen azı çalıştırıp katı var. Anneşin ocakta turmuş kişi de. Ver. 68 000 сомго ошол сатылды. Мына швед породасында бул экен 150 000 сом дейт. Желин көрүңүздөр тугандар. Ya camilece bol boş ver. Мындай козулар сатылып атат экен. Баасы 3,5 000 сомдон дейт. Наркы жанагы мен көрөкчөн ушулардын козулары экен. Бул койлор 7 000 сомдон сатылып атат экен азыр. Bozlar saplar.
Egiz ozusu var. Koy 8.000 so'mga alınıptır. Mına soluk koylar 7,5 deydi, narxlar 6,5, 6.000 so'mdan kemi var. Bular qancha atish aka? Qancha atish bular? 2 tish 4 tish ba? 2 tish 4 tish. Süt emde torpaqlar 10'dan öde deydi. 12.000 so'mga chegin ekan. Şunday torpaqlar 25.000 so'm kemi var deydi. Bugungi bozorda. Bu şu torpaq 24.000 so'm bo'libdir. Urg'achi torpaq ekan. 18 dan boshlab torpaqlar 25, 26 deydi yoshroq torpaqlar. Hozir sizlarga beylarning bahosini tartib ko'rgazamiz. Beylar qancha bo'ladi ekan. Mana ellerдің бардығы, базардағы елдер çoğulup ketotjat. Бұл жерде мушташ болотабы, гәлә болотабы азыр тартып көргөзөбүз. Мушташып кетиптир. Geldim vardım şu жерде. Azar göçüp geldim. Hamid! 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 Ketler qançalap ketdi? Mına ellerinin çoğulduğunu qaramızlar. Alam bol ketsin. Ya adın ne? Ceysin herifine. Oysa var ya onu paylaştırdık. Muştaştın çıkуу sebebi at salışıp o yerden Muştaş çıkıp ketiptir деп атышат. At salgandın kesepetinden. Şu sizler görüp turan kulundu bir 100.000 so'm deydi bağısı. Erkek kulunu menen. Beni kaçta da saka? Aldım ben. Aldınız mı? Kaç oldu? 95. 95. Şu kulunu menen 95.000 so'm boluptur. Kaç oldu? Şu kulunu menen beyni 105.000 so'm berdi, biroq iyisi berbedi. Mına kısır beyni 80.000 so'm деп атат ekan. Şu beyge 55.000 so'm berdi. Kulunu menen 58.000 so'mga berem деп атат. Mına beyge 80. Uşul beyni 82.000 so'mga suraptır. Ha. Qanday endi? Emçeklerini de taktım. Mına beyge jana soda olup 55.000 so'm berdi. Arık beken biroq 58.000 so'm berseň berem dep
Aka. Ушул торпак 23 миң сом болуп. Ушу Россиядан келген ат. 150 миң сом болуп. Мынаке тугандар, өзгөн мол базарындагы багалар менен тааныштыңыздар. Сиздерге дагы кандай багалар кызыктырса биздин каналдын комментарийине жазсаңыздар болот. Анча-мунча тартылбай калган нерселер болсо башка күнү тартып беребиз тугандар. Сак саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин аман болуңуздар.